Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз алгоритмді әзірлеу. Алдымен есімізге түсірейік. Мәселені шешудің қандай кезеңдерін білесіңдер? Мәселені қалыптастыру деген не? Мәселені қалыптастыру құрамы қандай? Бүгінгі сабақта меңгерілетін білім алгоритм, алгоритмнің қасиеттері, алгоритмді әзірлеу. Жаңа сабаққа өтпес бұрын үй тапсырмасын тексерейік. Өткен сабақта берілген үй тапсырмасы. Ірі кәсіпорынға қызметкерлерді таңдау жүріп жатыр. Жұмысқа қабылдаудың басты шарты қызметкердің кем дегенде 10 жылдық еңбек өтілі болуы керек және жасы 35-тен кем болмауы керек. Берілген есептің шартын құрыңдар. Мақсаты неде? Нәтижесінде не алынады? Еңбек өтілімен және жасы пернетақтадан енгізіледі. Бұл жұмыстың программасында стаж мен жасы енгізіледі. Егер стажы 10 жылдан көп және 10 жылға тең болса, және жасы 35 жасқа тең немесе көп болса, онда экранға қабылданады сөзі шығады. Әйтпесе, экранға қабылданбайды сөзі шығуы керек. Алгоритм дегеніміз не? Алгоритм орындаушыға қойылған мақсатқа жетуге немесе міндеттерді шешуге бағытталған белгілі бір әрекеттер ретін толық және нақты орындау үшін берілген нұсқау. Алгоритмді әзірлеу барысында оны басқа нұсқаулықтардан ерекшелеп тұратын алгоритм қасиеттерінің болуын қадағалау керек. Алгоритм қасиеттері мынадай 6 түрге бөлінеді. Дискреттілік алгоритм қадамдарға бөлінуі керек. Анықтылық алгоритмнің әрбір қадамы нақты, бір мәнді және белгілі бір әрекетті орындауға бағытталуы керек. Нәтижелік алгоритмнің соңғы қадамы қойылған есептің шешімін ұсынуы керек. Жалпылық есепті шешу алгоритмі жалпы түрде болуы керек. Түсініктілік алгоритмнің әрбір қадамы орындаушыға түсінікті болуы керек. Алгоритмді жазудың бірнеше жолы бар. Сөздік сипаттау, графикалық, арнайы алгоритмдік тіл. Алгоритм блоктарының арнайы белгілері болады. Бастау, аяқтау. Алгоритмдердің басталуы, аяқталуы жазылады. Процеске математикалық өрнектерді есептеу. Енгізу шығару блогына мәліметтерді енгізу шығару жазылады. Таңдау блогына есепті шығару жолын таңдау. Көмекші программаға, көмекші программаларға кіру шығу блоктары жазылады. Алгоритмнің түрлері мына суретте. Бірінші, суретте сызықтық алгоритм берілген. Яғни, көшет отырғызып жатқан баланың іс-әрекеті бірінен соң бірі орындалады. Екінші суретте тармақталған алгоритм берілген. Шарт қойылады. Бірінші іс-әрекет я болса, бірінші іс-әрекет орындалады. Жоқ болса, екінші іс-әрекет орындалады. Үшінші, циклдік алгоритм. Циклдің шарты беріледі. Я болса, іс-әрекет қайталанып орындала береді. Мысалы, y тең a қосылған b формуласы бойынша есептеу алгоритмінің схемасы берілді. Блок схемада міндетті түрде басы мен соңы болады және әр схеманы қосатын сызықтар болуы керек. Бұл жердегі a және b енгізу блогына орналастырылды. Жалпы формула y тең a қосылған b математикалық өрнектерді есептеу блогына қойылды. Нәтижесі y шығару блогына қойылып, соңы алынады.
бірінші есеп 2 сан берілген, осы 2 санның үлкенін табу керек. Алдыңғы сабақтағыдай мәселені қалыптастырамыз. Кіріс мәліметтеріне А және Б айнымалылары жатады. Олардың мәндері пернетақтадан енгізіледі. 2 санның үлкенінің мәні С айнымалысына меншіктеліп, нәтижеге шығарылады. Мысалы, егер бұл жерде А 5-ке тең болса, Б 10-ға тең болса, онда нәтиже С тең 10 болады. Блок сызбасы мінекей алдарыңызда көрсетілген. Шарттың ішіне А үлкен Б-дан болса, онда ол шындық мәні максимум А-ға тең болады дейміз. Ал шарттың ішінде А үлкен Б болса, онда жалған мән максимум Б-ге тең болады. Екеуінен экранға максимум мәні шығу керек. Есептің программасы төменде берілген. Екінші есепте де осы А және Б айнымалылары берілген, олардың мәндерін өсу реті бойынша орналастырамыз. Мәселені қалыптастырып аламыз бірінші есептегі сияқты, және блок схемасы сызылады. Бұл есептің орындалуы алдарыңызда. Келесі ретте біз ойланып орында, яғни тапсырмалар орындайық. Бірінші, сәйкестендіреміз. Алгоритмнің анықтылығын, жалпылығын, нәтижелілігін, дискреттілігін өздерінің ережесіне тауып сәйкестендіріңіздер. Дұрыс жауабы. Алгоритмнің дискреттілігі бұл қасиет алгоритм түрінде жазылған, есеп шешімі командаларға бөлініп орындалу ретіне қарай орналасқанын көрсетеді. Алгоритмнің анықтылығы бұл қасиет алгоритмнің әр командасы орындаушы үшін түсінікті болуын және мәнсіз орындалмауы керегін көрсетеді. Алгоритм нәтижелігі бұл қасиет алгоритмнің міндетті түрде белгілі бір қадамдардан кейін аяқталып, нәтижеге жететінін көрсетеді. Ал алгоритмнің жалпылығы бұл қасиет есепті шешуге арналған алгоритмнің осы типтес есептердің барлық мүмкін мәндері үшін орындалатынын көрсетеді. Келесі тапсырма жасырылған сөздерді дұрыс орналастырып, сөйлемді толықтырамыз. Бұл тапсырманың жауабы: алгоритм берілген есепті шығару барысында біртіндеп қандай әрекеттердің орындалу керектігін, олардың ретін дәл көрсететін командалар деген сөзбен толықтырылды. Келесі тапсырмада термин сөздерді анықтаймыз. Анықтамаға сәйкес, мына термин сөздердің орындарын ауыстырып, әріптердің сөз құрастырамыз. Енді сабағымызды аяқтау мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Алгоритм деген не? Алгоритмнің орындаушылары дегеніміз не? Алгоритмнің қандай қасиеттерін білесіңдер? Сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.